Жамал, Қарағанды қаласы номері 23 мектептің 11 сынып оқушысымын. Сіздердің назарларыңызға Серік Ақсұңқарұлының «Көкейімде күлтегін жазу» атты кітабынан Мағжан көке өлеңін оқымақшымын. Серік Ақсұңқарұлы 1950 жылдарға таман Жезқазған облысы Ақтоғай ауданы Қызыларай ауылында дүниеге келген. Ақын Қармуды бітірген. Арғын тайпасының Қаракесек руының қырғыз бұтағынан шыққан. 1974-1978 жылдары Ақтоғай ауданы Арқа еңбеккері газетінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі болған. 1990 жылдан Қазақстан Жазушылар одағының Қарағанды облысаралық бөлімшесінің жауапты хатшысы, Орталық Қазақстан газетінің бас редакторының әдебиет жөніндегі кеңесшісі. Сіздердің назарларыңызға Мағжан көке өлеңі. Қара орманға қайрылып қара бүгін, күннен күнге тұншығып барады үнім. Думандатқан тұранның ұлы мен бе, Дунай менен Алтайдың аралығын. Оны ойласам сан сауал келер басқа, алпысыңнан асқан бір кемел жаста. Бекзат ақын сен, ал мен люмпен ақын, менде түк те қалған жоқ сенен басқа. Алдым тұман болғанда, артым арман, қандай үміт күтеді халқым алдан. Сенен қалған қайтейін қазынаны, біреулер кеп тал түсте тартып алған. Айдан сәуле түспейді күлімсіреп, байдан шығып тұрады жылымшілеп. Бекзат ақын көп бізде, люмпендерден шыққан ақын менмін ғой бірінші рет. Жер ме, ел ме, бақ құсы болар басқа, кеткеніме оларда оралмасқа. Көкте тәңірі өксік бар өзегімде, менде түк те қалған жоқ одан басқа.